Армысыздар, құрметті көрермендер. Осы мамыр айының 2-сінен 3-не қараған түнінде Өзбекстанның су қоймасының бөгеттері жарылып, біздің Түркістан облысының бірнеше елді мекендерінің су шайып кетті. Күні кеше мамырдың 3 күні сол Түркістан облысының судан зардап шеккен азаматтарына көмектесу үшін жедел штаб құрылды. Ол жедел штабты Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы құрған болатын. Біздің бүгін қонағымызда Талғат Омаров, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының саяси кеңесінің мүшесі және де сол жедел штабтың ұйымдастырушысы. Талғат, армысыз? Сәлем. Жедел штаб кеше құрылды. Қандай көмек беріледі? Қандай мақсатпен құрылды? Және де жоспарларыңыз қандай? Енді біздің штаб құрған себебіміз, өйткені биліктің не істесе де қолдан білмеймін түк келмейді ма, солай деп баға бере аламын. Сондықтан өзімізге штаб құруға тура келді. Былтырғы мысалы үшін арыс болсын, ол жерде қаншама недочеттар болды. Кез келген жағдайда біздің билік өзінің дәрменсіздігін көрсетеді. Сондықтан осы жол біз де ат салсақ, елге көмектесейік, олардың жаңағы жоғалған мүлкісі бар, үйі бар, соның бәрін ұйымдастыру. Мысалы үшін кеше біз сообщение жібердік, осы штаб құрылды деп. Түннің ортасында сағат 3-тен 2-ден бастап таңғы 5-6-ға дейін маған бір 100 шақты видеомен шағымдар келді, арыздар келді. Сол кезде халықтардың біріншіден нетпей отырғандары, билікке наразы болып отқандары, неге ертерек бізге хабарын бермеді деп. Өйткені, мысалы үшін бір күні бүкіл әлем біліп отырды, жаңа Өзбекстанда қаншама елді мекендер су басып кеткен. Енді ол жерде 5-ақ шақырым, 10-ақ шақырым жер. Ол су келуі ол заңдылық қой, оны қалай білмеді. Сондықтан мен 2 күні пост жаздым Фейсбукта, таңғы сағат 10-да. Айттым, билік осыған мән беріңдер, қараңдар деп. Шукеев барыпты, әкім облысы. Бірақ та барғанымен не бітірді? Неге су алып кетті? Неге әкімшілік, неге ЧС барлығы сол ертерек айтпады халыққа? Су басады, сондықтан дүние мүліктеріңізді шаман кигенше, малдарыңыздың бәрін эвакуация жасаңыздар. Құдайға шүкір, әйтеуір халқымыздан оны алыппады. Кеше Тоқаев айтты ғой, 22 мың адамды эвакуация жасадық деп. Ол да уже бір өзімізге үлкен нәтиже сияқты көрініп тұр. Негізінде ондай неге жеткізбеу керек еді. Өйткені ол шекаралас объект болғандықтан. Бұқаралық ақпарат құралдарда сол туралы жазды, Түркістан облысының судың астында қалуы мүмкін деп. Сіздің де жазған постыңызды мен оқыдым. Бірақ барлығы жазып жатыр, ал нақты шаралар ешкім қолданбады. Енді соңында қорытындысында халық су астында қалды. Бір қасақана жасап жатқан жұмыстар сияқты. Ол не үшін олай болды? Неге оны қадағаламады? Оны біліп тұрып, судың дамбының жарылатынын біле тұра, неге онда іс-әрекеттер жасамады халықты қорғап қалу үшін? Ал енді оның бәрі қасақана істеліп отыр ма, әлде қалай екен, ол белгісіз. Сол енді осы біздің штабымыз соның бәрін ақты-қарасын көріп, көз жеткізуіміз керек. Құдай қаласа, о жаққа барып келеміз деген жоспарымыз бар. Ал қазір карантин болғандықтан тырп ете алмай отырмыз ғой, енді өздеріңіз де білесіздер. Бірақ та көреміз енді, амалдарын іздеп, барып, көріп, көзбе-көз халықпен кездесіп. Мысалы үшін әкімшілік әлімге дейін тіркеу жасамаған, қанша халық зардап шекті, кімде қандай не болды деген сияқты, оның мәселен тіркейтін кім қай жерде орналасты, қандай көмек керек деген сияқты, оның бәрі ондай жұмыс істелінбеген. Ал Талғат, сізге нақты сол су астында қалған азаматтар сізге өзінің фактілерін, фото, видеоларын жіберді ма? Нақты мүлкім бұзылды, мына мүлкім бұзылды, мына үйім су астында қалды деген. Нақты бар, фактілерін? Сіз өзіңіздің тіркеуіңізді жасап жатсыз, сол жедел штабтың. Оны тіркеу жасап жатырмыз. Қазірдің өзінде бір тәулікке жеткен жоқ, соның өзінде 100-ден асып кетті. 100-ден асып кетті. Шағымдар одан да көп. Нақты бұл жедел штабтың жұмысын қысқаша айтып кетсеңіз. Енді жедел штаб біз заңды көмек көрсетеміз.
консультация, юридическая консультация дейді ғой орысша айтқанда. Не істеу керек, кімге бару керек. Ол үшін біз мысалы үшін биліктің өзінен бірінші не қадамды көруіміз керек. Олар қай жерде ашты, қандай адресті, не істеп жатыр, оны билік айтып жатқан жоқ, өкінішке орай. Сондықтан халық енді бір тыңдайтын адамдар бар екен деп бізге шығып жатыр. Біз енді шамамыз келгенше оларға көмектесіп, жолдарын айтып жатырмыз. Талғат, енді қорытындылап кетсек, су астынан екісінен үшіне күні қарағанда су басып кетті. Сіздер кеше жедел штаб құрдыңыздар. Үкімет болса сол жердегі әкімшілік, облыс әкімшілігі Түркістан облысының ешқандай тіркеу жасап жатқан жоқ, бірақ тек қана эвакуациялады халықты. Ешқандай әлі көмек берілген жоқ. Сіз өзіңіздің тіркеуіңізді жасап жатсыз. Болашақта сол карантин біткеннен кейін сол елді мекендерге баруға жоспарлап отырсыз, Енді бізде қазіргі таңда мына пандемия мен төтенше жағдай. Бұл су басқан ол да төтенше жағдай ғой, сол облыстағы. Төтенше жағдайдың үстіне төтенше жағдай келіп отыр. Ондай жағдайларда қалай жұмыс істеу керек біздің органдарға, сол жергілікті басқару органдарына, акиматтарға, оларға қандай әрекеттер жасау керек? Мүмкін олар не жасарын білмей сасқалақтап қалған шығар. Бұл жерде сасқалақтайтын несі бар? Мысалы үшін түкістенбей жатыр деп билік аясын айтуға болады, бірақ халық болып, елдің бәрі волонтер болып көмегін көрсетіп жатыр. Кеше Тараздан шықты қаншама гуманитарный көмек. Сол жақтағы жергілікті азаматтар қаншама көмегін көрсетіп жатыр. Ақшалай болсын, киім-кешек болсын, тамағын, соның бәрін халықтың өзі ұйымдастырып жатыр. А билік қарап тұр. Мен ол жерде биліктің белсенді қозғалып бір нәрсе істеп жатқанын көріп тұрған жоқпын. Мысалы үшін бір пожарный машинаны көрдім, сол жерден кіріп түсіп жатқан пожарниктарды көрдім, пожарныйларды көрдім. Ал әкімшіліктен барған адамдарды көрмедім. Сосын қанша блогерлар сонда жүр. Олар сұрап жатыр, қалай болды, не болды. Жаңағы айтып отқан ақпараттың бәрі сол нелерден алған ғой, алып отырмын ғой. Нақты сіз фактілермен сөйлеп отырсыз, Иә. Жақсы, онда түсінікті. Сіздің жедел штабтың жұмысын болашақта әлеуметтік желілерден қадағалауға болады, Әрине. Бір айта кететін мақсат. Айта кететін бір не бар. Біздің штабқа қосылып жатыр. Адвокат қосылды, Ләззат Ахатова. Тағы да басқалар қосыламыз деп нетіп жатыр. Рахмет халқыма. Штабпен бірге жұмыс істеп, көмектесеміз деп жатқандағы. Сіздің штабта нақты бір юристтер тобы бар, Өйткені сіз заңды көмек көрсетіп жатырсыз. Дұрыс. Және де шеттен басқа юристтар, адвокаттар сіздерге қосылып, көмегін тигізіп, волонтер ретінде көмектескісі келіп жатыр. Волонтер, дұрыс. Олар біздің партияның мүшесі болмаса да, бірақ та жұмысқа ынтасын білдіріп қосыламыз деп отыр. Ниеттеріне рахмет. Талғат, рахмет. Уақыттың аздығына байланысты эфирімізді үзуге тура келеді. Сіздерге сәттілік. Барынша осы су астында қалған азаматтардың мүліктерін қайтаруға көмектесуіңізге сенімдімін. Рахмет, келесі кездескенше. Рахмет.